Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы психологиялық тынығу бөлмесінің ашылғаны туралы хабарлайды. Негізгі мақсат білім беру ұйымдарының педагогтеріне уақытылы, білікті, консультативтік, психологиялық көмек көрсету. Бұл қызмет педагогтердің эмоционалды күйзелісін жеңілдету, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, стресске төзімділікті арттыру, жағымсыз эмоциялар мен жеке өмірлік жағдайлармен немесе кәсіби қызметпен байланысты алаңдаушылықты азайту үшін оңтайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Бөлме әртүрлі бағыттарды ескере отырып ұйымдастырылған. Диагностика, психологиялық тынығу, кеңес беру. Сонымен қатар қажетті ресурстармен жабдықталған. Психолог мұғалімнің қазіргі жасөспірімдерді жақсы түсіну үшін кеңесшілер Білім Фаундейшн қоғамдық қоры ұсынған денсаулық және өмірлік дағдылар кітаптар сериясынан балалар әдебиетін оқуды ұсынады. Әдебиет сынып жетекшілеріне де пайдалы болмақ. Кітаптардың тақырыптары әртүрлі. Жаңа сыныпқа бірінші рет жас маманға арналған кеңес, тыныштық күші, балаларға өзін-өзі бақылауды қалай үйрету керек. Менің ата-анам ажырасқан. Бала ата-анасының ажырасу жағдайында өзін қалай сезінетінін түсіну. Сондай-ақ кабинет Комейк қоғамдық қоры ұсынған Амалтея ғылыми өндірістік фирмасының комфорт аппараты бос биологиялық кері байланыс бірегей жабдықтарымен жабдықталған. Осы комфорт бағдарламалық қамтамасыз ету құралы бойынша психофизиологиялық бағалау үшін экспресс-диагностика, сондай-ақ тыныс алу мен өзін-өзі бақылаудың диафрагмалық релаксациялық түрінің дағдыларын дамытуға арналған сеанстары жүргізіледі. Психологиялық консультацияға Астана қаласының мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагогтері жүгін алады. Консультациялар офлайн форматта өткізіледі. Педагогтердің сұранысы бойынша жұмыс күндері көрсетілген телефон арқылы алдын ала жазылуға болады. Хабарласыңыздар, күтеміз.